Кезекті тақырыбымыз өте оңай тақырыптардың бірі, ол модалды етістік can. Can бізде бір нәрсе жасай алу, істей алу деген мағынаны білдіреді. Қалай онымен сөйлем құрастырамыз? Мысалы, мен, I can жасай аламын, не істей аламын? Canның қасында тағы бір етістік қосып жазу міндетті. Мысалға, I can count, мен санай аламын, to 10, 10-ға дейін санай аламын. Сен, you can drink, сен іше аласың. Бізде акцент бұл сөйлемде canға емес, именно мынау етістікке қатысты айтылып тұр. Іше аламын деген сөз. Яғни сен іше аласың, water, су. Енді қараңыздар, тағы бір ескере кететін жайт, ол бізде сөйлем he, she'тің қасында келсе, обычно біз глаголға s жалғауын қосамыз. Бірақ именно canға қатысты, canға да, canнан кейінгі тұратын етістікке де s жалғауы қосылмайды. Бұл бізде ерекшелік. Мысалға, he can sleep, ол ұйықтай алады, for 2 hours, 2 сағаттай. Міне, көріп тұрғандай бізде canға да және sleepқа да s жалғауын қосуға болмайды. Тағы бір сөйлем көрсем, мысалға, my mom can talk to you. Аудармасы, менің анам сөйлесе алады сенімен, can talk to you. Бұл бізде сөйлемнің болымды түрі болды. Енді біз сұрақ қалай қоямыз? Сұрақ қойған кезде can модалды етістікті сөйлемнің басына шығарасыздар. Мысалға, бірінші сөйлемге сұрақ қоятын болсақ, can I count to 10? Мен санай аламын ба 10-ға дейін? Сұрақ мен болатын болса, яғни жауап сен болады. Жауап yes, you can болады. Yes, you can. Ал мына жерде сұрақ қоятын болсақ, давайте ауызша. Can you drink water? Сен су іше аласың ба? Ответ yes, I can. Я, мен іше аламын. Мына жерде сұрақ. Can he sleep for 2 hours? Ол ұйықтай ала ма 2 сағаттай? Yes, he can. Я. Сұрақ мына жерде. Can my mom talk to you? Менің анам сөйлесе ала ма сенімен? Yes, she can. Маманы жауапта sheмен ауыстырамыз. Ал енді болымсыз түрінде, негатив түрінде мен санай алмаймын 10-ға дейін. Яғни easy. Canға not жалғауын қоса саласыздар. I can't count to 10. Мен 10-ға дейін санай алмаймын. Мына жерде. You can't drink water. Іше алмайсың су. He can't sleep for 2 hours. Ол 2 сағатта ұйықтай алмайды, и так далее. Бұл бізде бірінші модалды етістік болды. Екіншісі бізде must. Must бізде тиіс деген сөз. Я орысша айтқанда должен деген сияқты. Егер мен тиіспен болса, I must. Бұл жерде де тура can сияқты must-тан кейін тағы етістік қосу қажет. Мысалға, I must dance with you. Мен сенімен бірге билеуім керек. То есть тиіспін деген сөз. You must come on time. Сен дәл уақытысында келуің керек. То есть көріп тұрғандай бізде must-тан кейін мен тағы етістік қосып жатырмын. И бағана мен canға қатысты айтқандай, he, she'тің қасында must-қа бізде s жалғауы қосылмайды. Бұл исключение. He must, мысалға, не десек, he must run 5 kilometers. Ол 5 километр жүгіруі керек. То есть must-қа да және run-ға да s жалғауы қосылмайды. Ал енді сұрақта не істейміз? Точно так же, как и can сияқты, must-ты алдыға жібереміз. Бірінші сөйлемге сұрақ қояйық, мысалға. Must I dance with you? Мен сенімен билеуім керек пе? Сұрақ, егер мен болатын болса, яғни жауап сен болады. Онда yes, you must. Егер жоқ болса, no, you mustn't. Mustқа обязательно not қосу керек. Ал енді болымсыз түрін құраймын десеңіздер, онда қайтадан mustқа not жалғауын қосамыз. Ешқандай do, does қоймаймыз. Қалай болады сонда? Negative. I mustn't. Тиісті емеспін деген сөз, я? I mustn't dance with you.
Мен сенімен билеуге тиісті емеспін. Міне дәл осы конструкцияға қарап, кез келген сөйлемді құрастырсаңыздар болады. See you next lesson.